Мен сіздерге өте пайдалы бір нәрсені айтайын деп отырмын. Пайдасы болғанда керемет, екі дүниеге де пайдасы бар. Ол мынандай жағдай. Оны енді көбі білмейді, кейбір ғалымдар біледі. Мына біздің ислам ғалымдары молдаларда уағыз айтқан кезде не дейді? Көбінесе 100 рет, мысалы айтады, 100 рет Аллаху акбар деп айт, 500 рет субханаллах деп айт, 1000 рет ля иляха илlallah деп айтып жатады ғой. 400 рет айту керек, 500 рет айту керек дегенді жиі естисіздер ғой. Соны көбі дұрыс түсінбейді. Бұлай ойлайды, оның пайдасы қанша? Бір-екі рет жүрекпен айтылса болды емес пе? 500 рет, 1000 рет айтудың пайдасы немене пайдасы бар оның деп. Оның пайдасы орасан зор. Міне, енді мен сізге айтайын, бірінші мынандай жағдайда. Мына біздің замандас ғалымдар, шет елдікі бар, оның ішінде бір қазақтың жас талантты ғалым бар, бір ғылыми жаңалық ашқан. Адамды тексерген кезде клеткаларын, адам туған кезде, мысалы айтайық, 2 миллион клеткасы болатын болса, адам бүкіл клеткадан тұрады ғой. Соның жартысы, орысша айтқанда, отрицательный болады екен, жартысы положительный. 1 миллионы жамандыққа, жамандық істегісі кеп тұратын, жартысы жақсылық істегісі кеп тұратын 1 миллионы. Сондай немеле болады екен, клеткалар болады екен. Соған бейім клеткалар болады екен. Енді адамның қандай болуы, сол клеткаларды біз қалай тәрбиелейміз, соған айналысты екен. Біз егерде арақ ішіп, темекі тартып, боқтық сөздер айтып жүрсек, ана 1 миллион отрицательный немене клеткалар күшейеді екен. Күшейіп, олар көбейіп, айталық 700-800 мыңға дейін көбейеді екен де, ана немене азаяды екен керісінше. 200 мың, 300 мың қалады екен. Сонда адам жалпы 80%, 90% жаман адам болып шығады екен. Жамандыққа ұмытылып тұратын, жамандық істегісі кеп тұратын адам болады екен. Мінез құлқының бәрі жаман ниетті, солай болады екен. Ал егерде адам жақсы сөздерді көп айтса, жылы сөздерді көп айтса, мына Құранның сөздерін оқыса, көп жақсылық істесе, онда мына жақсы клеткалар активный болып күшейе бастайды екен де, олар көбейе бастайды екен. Олар мына отрицательный неменелерді клеткалар жене бастайды екен. Бұл керемет немене ғылыми жаңалық. Сонда олар көбейген сайын адам жақсы жаққа қарай өзгере бастайды екен. Адам өзі айталық 70-80%-ке дейін жақсы клеткалар көбейеді екен де, жаман клеткалар азайып, әлсірей бастайды екен. Ұқтыңыз ба? Сонда ол қандай сөз айтып жүргенің өте маңызды. Бұны Алла Тағала мына пайғамбар арқылы бізге жеткізген, Құран арқылы жеткізген. Пайғамбарымыздың 1000 рет айт, 500 айт деп айтатын да сол. Сен не ғұрлым жаңағы субханаллах деген сияқты, әлхамдулиллах деген сөздерді жиі айтатын болсаң, онда сенің мына жаңағы положительный клеткаларың күшейе бастайды. Ана отрицательный клеткалар әлсірей бастайды екен. Бұған біз қатты көңіл аударуымыз керек. Аузымызға жаман сөз алмауға тырысуымыз керек. Ылғи жақсы сөз сөйлеуге тырысуымыз керек. Сонда біздің мына ішімізде клетка өзгереді, біз өзіміз адам ретінде өзгере бастайды екенбіз. Ол түпкі мақсаты сол. Анандай сөздерді көбірек айту керек, мына сөзді көбірек айту керек, салауат көп айту керек деп айтатын сол. 500 рет, 1000 рет айт деп. Сонда ол адамды өзгерту үшін екен, клеткаларын. Одан басқа пайдасы сауап. Сауап Аллахтың алдында сен сауап боласың. Одан кейінгі пайдасы бізде өзіңдер білесіздер, оң жағымызда, сол жағымызда періште отыр. Айтылған ауыздан шыққан сөздің барлығын амал дәптерін жаза беретін. Ол біздің биографиямыз ғой. Біз ертең алдымызға сол дәптерді алып шығады. Сонда біз қандай сөз сөйлеп жүргеніміз, жаман сөзді көп сөйледік пе, жақсы сөзді көп сөйледік пе, бәрі сонда жазылған. Сондықтан ғалымдар тегін айтпайды.
жиі жақсы сөздер сөйлейік.